Бұл неге қажекелер? Жалпы өмірде қажекелер қолдан келгенше максимальный жақсылық жасап өтуіміз керек екен. Кім қолынан келгенше, өйткені Алла Тағала Құранда не дейді? Жарысатын болсаңдар тек қана жақсылықта ғана жарысыңдар дейді. Бір-біріңе күнәда жәрдемші болмаңдар дейді. Бір-біріңе күнәда жәрдемші, керісінше жақсылыққа жәрдемші болыңдар дейді. Бұл аятта да келген, бұл хадисте де келген қажекелер. Демек дүниедегі жарысатын нәрсе не екен? Жақсылық екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызығатын адам нешеу деді? Икта деді. Қызығатын адам екеу ақ қажекелер. Біттәсі немалар? Біттәсі қажекелер. Біріншісі, бұл кімге Алла білім берсе, сол білімді күндіз де, түнде де шамасы жеткенше тарқатса, соған қызықсаң болады дейді. Екіншісі, кімге Алла дүние берсе, оны күндіз де, түнде де шығарып бере алса, онда соған қызықса болады дейді. Күндіз де, түнде деген жатып ал, түнімен күндізмен шашу емес оны. Ол түнде де сұрап келсе, сен ұйқыңнан тұрып, Алла үшін деп жәрдем бере алатын қолды айтып жатыр. Мен бір бауырымызды білем, енді ол мен